Сұрақ: мүлдем жүрмей қажылық өтуге бола ма? Иә, болады. Ешқайда жүрмей адамдардың арасында қысылып, мына суретте көргендегіндей жүрмей қажылық өтуге болады. Барлық ойлайды, қажылық деген ол жүру. Күніне 10-15 шақырым жүру керек деп. Күннің ыстығы, адам көп қысылып жатады. Соның ішінде солардың арасында осылай күнде жүру керек деп ойлайды кісілер қажылықты. Жоқ, қажылықты жүрмей-ақ өтуге болады. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен осы қажылықты жүрмей қалай өтуге болатынын айтып берейін. Мен өзім қажылыққа барған кезімде менде де солай ойладым. Бізге күнде 10-15 шақырым жаяу жүретін шығармыз деп. Бірақ жаңағы аэропортқа келіп тексеріс таможня өтіп әрі қарай өткен кезде қажылыққа баратын кісілер бір жерде жиналып отыр екен. Солардың жанына келген кезде мен таңғалдым. Қаншама үлкен кісілер отыр екен. Жастары 70-тен асқан, 80-нен асқан, ішінде мүгедек адамдар да бар екен. Жаңағы мүгедектік арбада отырған. Сонда мен ойладым, мыналардың кісілердің бәрі қалай қажылық өтем деп жүр. Күніне 10-15 шақырым жүру керек. Бұлар қалай жүреді? Қалай қажылық өтеді деп ойладым. Сөйтсем, мүлдем жүрмей қажылық өтуге болады екен. Қажылық деген, яғни не екенін жақсылап түсіндіріп айтайын. Біз Алматыдан ұшып Медина қаласына келдік. Бізді Медина қаласында жаңағы аэропорттан автобуспен күтіп алды. Қонақ үйге алып келді. Сосын автобуспен қаланы қыдыртты. 2 күннен кейін барлығымызды автобуспен Мекке қаласына алып келді. Мекке қаласына алып келіп, жаңағы қонақ үйге орналастырды. Сосын автобуспен Аль-Харам мешітіне алып барып, кіші қажылық умра өтіп алдық. Сөйтіп қайтарам автобуспен кейбіреулер келді, кейбіреулер таксимен жаңағы қонақ үйге келді. Содан біз ерте келгенбіз қажылыққа, 1 аптадай демалып жаттық қонақ үйде күтіп қажылықты. Қажылық басталар кезде 1 күн бұрын бізді қаланың сыртына Мина деген жерге автобуспен алып барды. Жаңағы сол жерде палаткалар мұндай құрылған, сондай палаточный городок дейді ғой, соған келіп жаңа орналастық. Түннің ішінде алып келді. Ертеңде күні бойы сонда болдық та, бүрсі күні Арафа күні еді. Арафа күні бізді таңертең Арафаға алып барды автобуспен. Арафаға барған кезде о жерде де палатка, төбеміз жабық, палаткалардың ішінде отырдық. Енді қажылық деген не? Қажылық деген сол Арафа екен. Арафа күнінде түскі уақыттан күннің батқанына шейін сол Арафада отырсаң, дұға жасап, болды, қажылық өттің дей бер. Сөйтіп, түннің ішінде біз кешке шейін отырдық, жаңағы Арафада жаңағы дұға жасап. Кешке бізді автобуспен Муздалифа деген жерге алып барды. Сол жерде қондық. Түнде жаңағы Муздалифада қонасың. Таңертең қайтаран автобуспен бізді Минаға алып келді, Мина деген жерге. Сол жерден бастап жастар, жүре алатын адамдар жаяу жүреді. Жаяу Жамарат деген жерге таслақтыруға барады. Ал енді үлкен кісілер, жүре алмайтын жаңағы үлкен ақсақалдар, әжелер, мүгедек адамдар, олардың барлығын автобусқа отырғызып, қалаға қонақ үйге апарып тастайды. Олардың қажылықтары бітті. Сөйтіп олар ешқайда жаяу жүрген жоқ. Сөйтсе, олай болады екен. Қажылық деген ол жүру емес, қажылық деген жаңағы Арафа екен. Арафа күні Арафа тауында, Арафа жазығында отырсаң болды. Қажылығың қабыл болады. Үлкен кісілер тасты жинап, немесе біреулерге айтты, жинап берші деп, жаңағы бөтелкеге салып, кішкентай 0,5 бөтелкеге жинап, біреуге беріп кетеді, амандық тапсырып, мен үшін лақтыра салшы дейді, болды. Маған бір кісі беріп кетті, бір бөтелкені, мен үшін лақтыра салшы деп. Сол кісінің атынан мен өз тастымды лақтырғаннан кейін, Жамаратқа сол кісінің атынан лақтыра салды, болды. Сосын таксимен неге барады? Аль-Харам мешітіне барады да, тағы тауап жасайды. Тауап жасаған кезде, айналған кезде, егер жаяу жүргіңіз келмесе, ол жерде де жаңағындай не бар? Электромобильдер бар. Соған ақшасын төлейсіз. Ұмытып қалдым қазір қанша екенін. Ақшасын төлейсің. Солар жаңағы өздері электромобильмен айналдырып шығады. Мүлдем жүрмей қажылық өтуге болады. Көп адамдар қорқады. Барсам қалай жүремін, ана жерде қиын болады. Барғым келеді, ақшам бар, бірақ ананы қалай өте аламын деп мүмкін уайымдап жүрген болар.
ешқандай уайымның керегі жоқ. Ешқандай. Егер ол жаққа барсаңыздар, қажылыққа мүлдем ешқайда жүрмей қажылық өтіп келуге болады.